Ассаламағалейкум, қадірлі қауым, ардақты бауырлар. Заманымыз тыныш болсын, еккен егін солмасын, бесіктегі баланың бақайшағы тоңбасын деп қарияларымыз бата беретін. Осы қасиетті, жөнді, жосықты бізде жалғап өмір сүріп келе жатырмыз. Баба қазақтың шыныменен сүрген өмірі қадірлі, бүгінде қыраттарда жатса қабірі қадірлі, айтқан сөздері қадірлі, кешегіндегі бізге аманаттап тастап кеткен үлкен ізетті тіршіліктерін алақанымызға салып, әспеттеп, бүгінде ұрпаққа ұсынып жүрміз. Сондай жақсы қасиеттердің адамның жүрегінде болатын, адамгершілігіне сиятын, жүрек жемісі болған бір қасиет бар, бұл қарапайымдылық деген тақырып. Бұл дін мен дәстүр бағытында үлкен бір тарау болып тұр, қарапайымдылық. Біз ұлылардан көреміз, ұлағаттылардан көреміз, жомарттардан көреміз, ел аузындағы адамдардан, қаннан көреміз, биден, шешеннен, батырдан, абыздардан көретін, мыңдаған, жылқайдаған, жер қайысқан, қолдай болған, ұл қызы көп, әулет басқарған адуынды адамдардың, ел аузында даңқты кісілердің, қарапайым халық арасында білінбестен, бетегеден биік, жусаннан аласа болып өмір сүріп жүрген қарапайым адамдарды көргенде біз ойланып қаламыз. Біз осы қандаймыз? Шыныменен мен қарапайыммын ба деген сұрақты сізге маған өзге біреудің қойғанынан гөрі әркім өзіне өзі қойғаны абзалырақ секілді. Неге дегенде, біреу қойса шамданып қалуымыз мүмкін, кішкене ренжіп қалуымыз мүмкін. Ал енді әрбір мұсылман, әрбір қазақтың баласы деп айтайын, әрқайсымыз мен қарапайыммын ба? Сізден біреу сескеніп тұрса, сізден біреу именіп тұрса, сізден біреу жатырқап, қорқып, үркіп тұрса, белең алып тұрса, ол қалай болады? Онда сіздің қарапайым болмағандығыңыз. Сол себептен де барлығымызға жарасатын бұл қарапайымдылық. Киім киюде, ат мінуде, ас ішуде, сөз сөйлеуде, қарым-қатынаста, амандық саулық сұрасқанда, осының барлығындағы қарапайымдылықты біз қағида деп біліп, бұны адамгершіліктің туы деп ұстасақ, онда біз қартайғанда, қызметкер болсаңыз қызметтен түскенде, жас болсаңыз жалыныңыз қайтқанда, малды болсаңыз малыңыз азайғанда деген секілді, біздің ел арасындағы қадіріміздің қашпауының негізгі бір себебі бар, бұл қарапайымдылық. Сол уақытта даңқымыз тасып тұрған уақытта біз қарапайым болсақ, ел ертең әулиедей көріп қадірлейтін қазыналы қарияға айналарымыз хақ. Қарапайым болайық, қарапайым тіршілік кешейік, ел ардақтасын, өз ұл-қызымыз ардақтағандай, қалың дүйім мұқым қазақ ардақтайтын өлім мен өмірдің егесі болуға не жетсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.